Қайырлы күн көрермен. Бүгін қазақ классигі Бердібек Соқпақбаевтың 1957 жылы жазылған повесі «Менің атым Қожа» атты повесіне талдау жасаймыз. Қайырлы күн достар, қош келдіңіздер. Ең алдымен «Менің атым Қожа» повесінің фильміне кезек берсек, фильмі туралы не айта аласыз? Қандай сезім болды сізде көрген кезде? Жалпы «Менің атым Қожа» фильмі көптеген көрермендердің есінде қалатын және балалық шақтың символы ретінде қарастырылған ең үздік туындылардың бірі. Жалпы фильмнің түсірілгеніне биыл 61 жыл толып отыр екен. Көптеген көрермендердің жүрегінде өзінің балалық шағына саяхат ретінде есте қалған. Жалпы Қожаның тентектігі, еркелігі, достарымен бірге жасаған қызықты да қиын сәттері, тіпті үлкендердің алдындағы ұялшақтықтары барлығы жалпы адамдардың балалық күніндегі ең тәтті естеліктердің бірі ретінде қарастырылған. Жалпы фильм Фильм мен кітаптың айырмашылығы бар деп ойлайсыз ба? Әрине, онда сөздер өзгерген, кейіпкерлердің өзінің ойнау стилі, өзінің эмоциясы ол бөлек болады. Кітапта оқығаннан гөрі меніңше кинода көрген адамның есінде тез қалатын сияқты. Ал сіздің ойыңызша театрда қалай болды? Театрдағы сезім бөлек пе? Әрине бөлек, себебі мен осы жаз мезгілінде «Менің атым Қожа» театрына барған болатынмын. Ол кезде біз бірден билет алып алдым, себебі маған бұл повесть қатты ұнайды. Ең бірінші алған әсерімен бөлісе кететін болсам, сахнаға кейіпкерлер шыққан кезде бірден денем тітіркеніп, құдды бір сол сахнада өзім ойнап жатқандай сезіндім. Себебі Қожаның әрбір істеген іс-әрекеттері, қылықтары, әжесін еркелегендері барлығы енді менің бір балалық шағыма саяхатпен бір тең болды десем болады. Себебі мен де әжеме солай еркелеп, тіпті біраз 7 жасыма дейін қасында жүрген болатынмын. Сол менің барлығы көз алдыма елестеді. Жалпы бұл театрдан алған әсерімді былай кеңінен айтатын болсам, бұл театр негізінен қатты ұнады, сізге? Ұнады, бірақ көбіне кинодан көрген негізі жақсы ма деп ойлаймын. Дұрысырақ деп ойлайсыз ба? Ал енді кітап оқығандағы эмоция ол басқаша деп айта аламын. Неге? Себебі кітапта оқыған кезде барлық сюжеттің бәрін көз алдыңа елестетіп қарайсың. Мен ең алғаш рет бұл повесті мектеп жасында 6-7 сыныптарда оқыдым. Одан кейін өсе келе тағы мектеп жасында, бірақ 10 класстарда, 11 сыныптарда мен кері оқыдым да, себебі бұл повестің ұнаған соншалық бұл жерде мен баланың қылықтарынан бөлек қазір айтып жатамыз ғой, детская травма деп, сондай нәрсені көптеп көрдім да. Мысалы, ол жерде Қожаның, мысалы, ұстазының сөзін ести отырып, одан жылылық көріп, өзгеруге тырысқаны, анасынан жылылық ала алмай, оның басқа ер азаматқа қимағаны барлығы да бала санасында, бала кейпінде болса да, санасы ержеткен баланы көрсетеді. Енді кітаптан алған әсер ол бөлек, себебі кітап оққан нәрсе есте көбірек қалады. Бірақ сахнада да, теледидардың ар жағында да ол нәрсе көрген көрініс, әр көріністің сезімі әртүрлі деп ойлаймын. Мысалға, енді сіздер қалай ойлайсыздар, бұл повесте Қожаның соншалықты тәртіпсіз, елге ұнамсыз болуы неде деп ойлайсыздар? Белгілі бір себепті деп ойламаймын. Себебі Қожаның өзінің мінезі, жалпы өзінің ұстауы, бет-бейнесі өзі сондай бала. Оның белгілі бір себебі жоқ. Ол өзінің өмірге тіке қарауында ғой. Оның өзінің мінезінің тіке болуында деп ойлаймын. Біз тек бұл кинода жаман жағын ғана көрмейміз ғой. Біз өмірге деген талпынысты көреміз, махаббатты, достықты, адалдықты көреміз. Бұл жерде тек шағын сәл бейне ретінде көрсетілген сияқты ол. Көпшілікке Қожа бір тентек бала ретінде танылып қалды ғой. Бірақ менің өзім Қожаны қатты жақсы көремін, яғни кейіпкер ретінде. Себебі оның пәк бала махаббатын, яғни дәл сол тұсын мен өзіме қатты жақын қабылдадым. Себебі ол жанар үшін барлығын жасады десем де болады.
тіпті жантаспен де достасып берді, бірақ оның өзінде де соңында сол махаббаттың бағаланбай қалуынан кішкене көңілі босап қалған болатын. Жалпы қожаны тік мінезді деп біз оны кінәлай беруімізге болмайды деп ойлаймын. Енді жалпы осы повесттегі ең күлкілі нәрсе ол қожаның айнаға қарап өзімен өзі сөйлесуі. Сол жерде қандай бір әсер алдыңыз, или қандай бір белгілі бір оқиғаны көрдіңіз бе? Не үшін қожа олай жасауы мүмкін? Оған қандай себеп болды деп ойлайсыз? Сіздің өміріңізде де соған ұқсас оқиғалар болды ма? Соны айта кетсеңіздер. Жалпы адам біреуді сынамай, алдымен өз-өзін сынап білу керек. Сені алдамайтын ол жалғыз айна ғой. Сол айна арқылы өзін сәл тәртіпке келтіргісі келген болар. Себебі айналасындағы барлық пікірлер, ойлар адамдардың жан-жақтан оны адамға әсер етеді ғой, қанша дегенмен. Солай жан-жақтан оны табалап тастады, и ол өзгергісі келді бір сәтте. Оның ішіне барлығы кіреді, яғни достары да, жанары да десем де болады. Мұғалімінің өзінің айтқаны қожаға деген. Жалпы біз өзімізде отырып айнаның алдында сөйлесеміз ғой. Ол деген барлығымызға таныс деп ойлаймын. Енді өмірде бала үшін ананың махаббаттан асқан нәрсе жоқ. Ананың жылулығы, ананың аяулы алақаны деген тәрізді. Осы орайда анасының жіберген қателігі үшін қожаның бет бейнесі сондай елге жағымсыз, мардымсыз болып көрінді де. Енді анасының бұл қылығына қалай баға бере алар едіңіздер? Бұл нәрсе сынауға келетін нәрсе ме? Жалпы сыни көзбен қарағанда, яғни біз сыншыл адамбыз ғой бәріміз, сыни көзбен қарайтын болсақ, сынауға біз тауып аламыз ол жерден мен, бірақ меніңше ол сынайтындай дүние көрген жоқпын ол жерден. Себебі әр адамның басына келетін сынақ әртүрлі. Ол жерде қожаның анасының қызғанған тұсы маған көз алдыма бір оғаш әрекет болып көрінген жоқ. Себебі ол жерде бізде болсақ, бізде анамызды қызғанып сондай іс-әрекет істейтін едік. Ал анасының істеген іс-әрекетіне мен көзқарасым, яғни ол да әйел адам, ол да бақытты болуға лайық, ол да бір жылулықты іздейді. Ол жерде меніңше бір жағынан қожа да оны түсіну керек сияқты ол жерде. Бірақ ол кішкентай баладан біз көп нәрсе күте алмаймыз. Ол бірден эмоцияға беріледі. Сондықтан біз қожаға ештеңе айта алмаймыз. Анасы түсіндіріп айту керек еді бұл жерде. Жалғыздықтан гөрі екі адам болып өмір сүрген жақсырақ. Көбіне анасы көп сөйлемей, үндемей, үйге келмей деген сияқты ғой. Бұл жерде баламен ақылдасу керек еді. Бала көбіне әженің тәрбиесінде жүрді ғой. Әженің махаббатын көрді. Меніңше қожа былай ойлаған сияқты, бар махаббат өзіне төгіліп тұр ғой әжесінен. Егер анасы басқа адаммен бірге болатын болса, онда махаббат солай қарай бұрылып кетеді деген сияқты. Көңіл маған бөлінбей қалады деген сияқты. Ол менен гөрі ол азаматты таңдау арқылы менен қажетсіз болып қалдым деген сияқты ойға жаңағы. Енді осы жерде мысалға көпшіліктің пікірі бойынша жалпы фильмде болсын, кітапта болсын, сахна төрінде болсын, қожаның бұл өмірге, яғни жаңағыдай тентек болуы, халыққа ұнамауы, оның барлығы да әке махаббатының, әке тәрбиесінің жоқтығынан деп айтып жатады ғой. Бұл қаншалықты дұрыс? Әке махаббаты, әкенің берген тәлім тәрбиесі 100 мектепте бере алмайды дейді ғой. Бірақ енді бұл жерде қожаның әкесі болса, оқиға қалай өрбитін еді, сол туралы ойларыңыз? Жалпы әкенің орны бәрібір бөлек. Әкенің тәрбиесі керек, меніңше. Мүмкін ол сыншыл, әрандай нақты шешім қабылдай алатын адам болуы мүмкін. Және болып жатқан жағдайға қызғаныш жаңағыдай мінезбен қарау емес, шынайы көзқараспен қарай ма деп ойлайтын едім. Егер әкесі болса, оны анасы да бөлек басқа адамға кетпейді ғой, әкесі болатын болса. Мүмкін бақытты, тату отбасы болып, ол тек қана оның қожаның
мәселесі ол тек мектепте ғана, мектептің төңірегінде ғана мүмкін болатын. мектепте де ол қозғалмауы мүмкін ғой. Әкенің тәрбиесі бар, ол тентек болмайды деген сияқты. Мен де келсем, себебі әке бар жерде, ана бар жерде отбасы түгел болады, ол жерде көп мәселелер шыға қоймайды деп ойлаймын. Тек қана мектептегі қожаның жаңағы бөлігі дей ме, не қалай айтсам болады? Тәртібі ғой, бірден көзге түсетін. Тек соның айналасында ғана мүмкін фильмді, кітапта солай жазылып шығатын. Егер қожаның әкесі болатын болса, бұл фильмде, онда ондай бір қызықты болмайтын сияқты. Қожа тәртіпті болып кетеді, анасын қызғанбайды деген сияқты ғой. Әкесі жоқ болғанда жақсы сияқты кинода. Сол арқылы акцент, барлық жердегі акцент сол әкесінің жоқтығынан жаңағыдай қожаның осылай болып өсуіне түсіп тұр, иә. Енді қожаның досы көп болған жоқ. Жалғыз сенері сұлтан болды, иә. Жалпы көз алдыма елестеп кетті, кешірім сұраймын. Жалпы сұлтанның бейнесі, мен кітаптан оқыған кезде сұлтанды жек көріп кеттім, шыны керек. Себебі ол қожаны жаман жолға тартып кететін сияқты болды. Қожа негізі іштей өте тәртіпті бала. Тек сыртқа ғана өзіне жаңағыдай адамдардың көңіл аударғысы келтіріп, тәртібін бұзады, бұзық болады, ұрыс естейді, бірақ сол арқылы адамдардың назарында болғысы келеді. Енді сол сұлтанға еріп, жаңағыдай шылым шегіп, қақалған несі көрінісі бар ғой. Одан кейін ұрыққа түсіп, сұлтанмен бірге қашып кетіп, мысалы жаздық жұмыс жасамай сонымен бірге кетіп қалған жерлерінде мен қожаның болашақ өмірі үшін қатты алаңдадым. Себебі неге? Досым деп санап жүрген, бірақ қылығы, іс-әрекеті тез адамға еріп кетсе, оның өзі ойлағандай болашағы болмайтын шығар деп. Сіздер қалай ойлайсыздар сол? Сұлтанды жаман кейіпкер ретінде көре аласыздар ма? Жалпы адам өмірде барлығын көру керек деп айтады ғой. Менің затым емес екенін білу үшін. Сұлтанды мен жаман адам ретінде де көрмеймін, жақсы адам ретінде де көрмеймін. Неге? Потому что оған жақсылықты да жамандықты да үйретіп жүрген сол сұлтан деп ойлаймын. Ал мен сұлтанда да, мен де саған келсем, яғни оны бірден жаман деп те айтпасауға болмайды, себебі ол да жетім бала емес пе, ол ата-анасы жоқ, ол да бірден өмірде не көргенін досына көрсеткісі келді деп ойлаймын. Яғни бірге көрейік деген секілді. Жалпы достар солай емес пе, бәрімен бірге көрейік. Жалпы арада дос рөл ойнайды. Олардың достығы ұзаққа созылмайды ғой. Қысқа жолда ғана аяқталады. Жолда қосылған дос жолда қалады деген сол. Егер де мысалға сұлтан оған өмірдің шынайылығын үйреткісі келсе, ол онымен бірге өмірдің соңына дейін дос болып өте алатын еді. Бұл жерде менің ойымша кішкентай қожаның кішкентай екен несін пайдаланып, еңбегін пайдаланып кетті, оның ақкөңілдігін пайдаланып кетті десек болады. Неге? Себебі қожа үйінен зат таситын еді ғой сұлтан үшін. Қожа онымен бірге ет ұрлады ғой сұлтан дос үшін. Шылымды да шегіп көрді. Жалпы сұлтанның өзінің, мен жаңа қойылымына бардым дедім ғой, сөйлеу мәнерінің өзінде де бір құйтырқы іс-әрекетті жатқан сезінуге болады. Жалпы жаңа айтып жатсың ғой, үйінен оған ет алып келіп жүрді, тамақтасып жүрді, ұрлыққа үйретті. Бірге ұрлыққа үйретті. Бірақ мен деген соған бола сұлтанды да жаман кейіпкер ретінде көріп тастағым келмейді. Себебі ол да білмеймін, бір аяушылық сезімі менде пайда болды ма? Бұл жерде көрінетін нәрсе тәрбие тал бесіктен деген нәрсе шынайы екені, жалпы қандай жағдай болмасын бұл маңызды рөл атқаратынын көруге болады. Енді ары қарай биыл Бердібек Соқпақбаевтың 100 жыл толуына орай осы менің атым қожа повесін сахна төріне біздің жастар театры шығарған болатын. Гастрольдік сапармен өзіміздің Атырау қаласында, Орал қаласында, Ақтөбе және тағы басқа қалаларында сахнада көрсетіп бірінші орынға иеленді. Бұл әрине біз үшін қуаныш. Енді осы өзіміздің жергілікті жастардың қою арқылы көрдіңіздер ме осы қойылымды, қандай сезім алдыңыздар? Жаңа ең бірінші айтып кеткендей, осы жазда мен барған болатынмын.
жастар театры, Атырау жастар театры дегенде мен өзіміздің жергілікті өзіміздің артистеріміз қояды деп мүлдем күткен жоқпын. Яғни Алматыдан келіп қоятын шығар деп ойладым. Бірақ мен өте қатты олардың өнерлеріне таң қалдым. Себебі үлкен 100%-ға мықты орындап шықты деп айта аламын. Себебі адамға беретін эмоция ол жерде мен тіпті сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Оған бірден бару керек деп кеңес беретін едім. Бірақ онда билеттер тез сатылып кетеді. Әрине. Үлгермей қаласың. Мысалы мен өзім оған үлгермедім. Ол қазір де көрсетіліп жатыр, жалпы бару керек болса, мен сіздерге кеңес беремін. Яғни өзім барған адам ретінде өте күшті қойылым жасалды. Ал осы менің атым Қожа фильміндейік, повестіндейік қаншалықты балалар әдебиеті деп айтады ғой, балаларға арналған шығарма деп. Қазіргі балалар бұл нәрсенің астарында не бар екенін түсіне алады ма? Мысалы, көптеген жастарды көреміз, дәл осы шығарманы оқиды, бірақ бұл жерде тек қана жаңағыдай Қожаның тәртіпсіздігін көреді. Ол шығармада Қожа ең нашар адам ретінде көрінеді, бірақ оның астарында жаңа біз қозғаған сияқты түрлі мәселелердің жатқанын көбісі түсінбейді. Қазіргі балаларға дәл осындай нәрсені оқуға кеңес берер ме едіңіздер? Иә, әрине берем, жаңа сіз айттыңыз ғой, астарын түсіне ме балалар деп. Мысалы, бізде менің атым Қожаны бірден өсе келе көрген жоқпыз ғой, бізде бала кезімізде де көрдік. Ол кезде біз ол жерден бір астарын түсінетіндей, мән-мағынасын іздейтіндей біз де бір жаста болған жоқпыз. Бізге тек ол жердегі Қожаның қылықтары қызықты болып, күлкілі оқиғалар қызықты болып, оған деген үйреткен қимылдары қызық болып. Жалпы есте қалатыны, мұғалімнің сумкасы бақа салып кететіні, айнаға қарап сөйлесетіні, ет ұрлайтыны, сол кадрлар жалпы есте қалады ғой мықты. Сол ол кезде біз астарын түсінбедік қой. Мен өсе келе алдында қойылымнан кейін мен түсіндім. Бұл жерден үлкен мән-мағына жаттырғандығын, адами құндылықтар жаттырғандығын, және бұл жерден тәрбиелік мәні бар кітап, фильм, спектакль дедік қой. Тәрбиелік мәні бар екен, мен осы 19 жасында түсіндім десем болады. Ал сіз қанша жасыңызда түсіндіңіз? Сол менде осы 18-19 жасында нақтылап. Бұл фильмді жалпы, фильмді бала кездеріңізде бала ретінде қабылдадыңыз? Иә. Уже өскен сайын ересек ретінде қабылдап бастайсың. Қазіргі балаларды дәл солай қабылдайды деп ойлаймын. Меніңше қазіргі балалар, олар мысалға қазіргі балаларды қарап айтамыз ғой, детская травма деп, болмайды олай сөйлеме, ауыр сөйлеме деген сияқты. Соған қарап қазіргі балалар мейлінше тез түсінетін сияқты болып көрінеді. Деп сіз ойлайсыз ба? Себебі мен өзім кітаптан алғаш рет айттым ғой, 6-шы сынып кезінде оқыдым. Мен сол кезде мән беріп оқығандікі ма, әлде қатты сүйіп оқыдым ба? Бұл жерде мен сол жаңағыдай Қожаның нақты мәселесі қайда жатқанын, жалпы бұл шығарманың негізгі мақсаты қандай, адамға берер тәрбиесі, жаңағыдай адам одан не алады деген сияқты сұрақтарға жауабын алдым да, сол ойлаймын. Меніңше бұл сіздің шығармаға деген махаббатыңызда деп ойлаймын. Себебі кез келген адамның шығармаға махаббаты ояна бермейді деп айта аламын. Себебі мен де мысалы кішкентай кезімде көрдім, бірақ мен тек қана қызықты сәттерін ғана комедия ретінде көрдіңіз. Солай қабылдадым десем. Ал енді құрметті көрермен, осымен біздің подкастымыз аяқталды. Менің атым Қожа балалар шығармасын оқыңыздар, әрі қарай біз сияқты талдаңыздар. Болды ағай.